Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Сіздермен бүгін таспа. Мен Диана және Инабат. Сіздермен бүгін Алаш қызметі, Алаш орда және Алаш партиясы туралы сөз қозғайтын боламыз. Және оның не үшін сол туралы айтатынымызды ашып өтсек. Әрбір қазақ Алаш сөзін өмірінде кем дегенде бір рет естіген. Оның не екенін, алайда Қазақстан халқы үшін жасаған игі істері туралы беймәлім. Яғни Алаш кім, Алаш туралы не білесің десе, көп адам ашып айта алмайды. Және бүгінгі таңда жастар арасында осы ұлы партияның маңызын түсіндіру өте өзекті деп ойлаймын. Себебі Қазақстанның тарихын, негізін қалаған адамдардың бірі болып табылады. Және тарихты білмей біз болашаққа қадам аттай алмаймыз. Және бүгінгі подкастта осы туралы сөз қозғамақпыз. Алаш зиялы қазіргі өркениеттің толық негізін құраған адамдар, оның ішінде қазіргі біз өмір сүріп жатқан жер, шекараны белгілеп кеткен, білім жүйесін, оқулықтарды шығарған, қазақ әдебиетін келесі деңгейге шығарған, және ең маңыздысы халықтың көкірегін оятып, сауаттығын ашуда қыруар қызмет атқарған. Одан бөлек олар адам құқығы, сөз бостандығы мен қазақ тілін ұлттық тіл қылудың негізін қалаған. Алаш партиясының әрбір тұлғасы, мысалы Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов, жан-жақты жазушы, ағартушы, ақын, саясаткер және ең бастысы халық жанашыры болған. Яғни осы подкастта біз осы тұлғалардың әрбір қызметін зерттеп өтетін боламыз. Талдап өтетін боламыз. Әлихан Бөкейханов мырзадан бастайтын болсақ, Алаш туралы сөз қозғаған кезде ең алдымен Әлихан Бөкейханов айтпай болмас. Қазақтың 20 ғасыр басындағы ұлт азаттық қозғалысының негізін салушы әрі көсемі, халқымыздың тұңғыш саяси Алаш партиясының ұйымдастырушысы, ғұлама ғалым, экономист, тарихшы, этнограф және тұңғыш энциклопедисті. Ол Санкт-Петербургтегі императорлық орман институтында алған экономикалық білімін қазақ халқының ұлттық мүддесін қорғау бағытында жұмсауға өзіне мақсат етіп қойды. Оның экономикалық еңбектері дала халқының халық шаруашылығы саласын түбегейлі зерттеген құнды ғылыми жұмысқа жатады. Ал саяси білімі қазіргі Қазақстанның негізі Алаш автономиясын құруға үлкен әсерін тигізді. Зиялылардың көсемі болып, әрбір істе өз ақылын айтып, сәтті мемлекет құрылуының негізгі себепшісі. Кезінде кадет партиясында болып, Ресей патшалығының құлауына жұмыс жасап, құлағаннан кейін 1917 жылдан бастап Алаш автономиясын құруға атсалысты. Бастапқы айтылатын нәрсе, осы мемлекет құрған кезде автономия, яғни ол дербес мемлекет деген білдіреді. Ол жер мәселесі, яғни әрбір мемлекеттің өзінің жері болу керек, шекарасы болу керек. Сол кезде ғана ол сол жер арқылы, соның құндылықтарын қолдану арқылы дамиды. Және осы қазіргі біз өмір сүріп жатқан әлемде 9-шы орын алады деген жер көлемі, осы жер көлемі бізге қалыптастырып, Қазақстан шекарасы деп қалдырып кеткен осы Алаш партиясы болып табылады. Соның ішінде осы Әлиханның бастауымен Әлімхан Ермеков деген үлкен мемлекет қайраткері, қоғам қайраткері осы шекараның біртұтастығын жанқиярлықпен Ленин алдында қорғап өткен. Яғни неге осы тарихқа жүгіне отырып, неге осы жерлердің барлығы қазақ жеріне тәуелді ата-бабаларымыздың бізге сақтап келген жер екенін тарихи деректермен дәлелдеп, Қазақстан шекарасын құрап өткен. Сонымен қатар Жұмабек Тәшенов деген зерттеуші, мысалыға көптеген дау тудырған жерлерді, мысалға Маңғыстауды Түркменстанға қосайық деген, немесе оңтүстік Қазақстан кейбір Мақтаарал сияқты аудандарын Өзбекстанға берейік деген кезде тек дәлелдермен бүкіл Кеңес одағына Қазақстанның жер екенін дәлелдеп, біздің осы әлемдегі 9-шы орындағы жерімізді қайтарып берген. Осы орайда олар халықтың көзін ашуға да көп жұмыс атқарған. Осы мақсатта олардың осының ішіне патша үкіметіне қарсы күрес, мысалы 1905 жылдағы Қарқаралы петициясы, олар негізінен отаршылдыққа қарсылықтарын білдірген. Себебі Ресей патшалығы тек 15% жер береміз дейді. Алайда надан халық алданып, қазіргі таңда мал жаюға қолданып жүрген 45% жерінен айырылып қалайын деп тұр еді. Ал қалған жер қазақтарға, қоныс аударған орыс шаруаларына бөлініп беріліп кететін еді. Осы тұста жекеменшік проблемасы көтерілді. Жерді халыққа беруге болмайды, білімі төмен халық оны сатып тынады деп жар салады. Соғысқа жіберу қажет деді. Орыс империалистік войсканың не болса да қиналып алып кететіні белгілі болды. Ол үшін қан төгу елімізге өз зардабын алып келеді. Одан әрі, одан көп зардабын алып келеді деген. Пайдасыз болады. Бәрібір ол соғысқа керек адамдарды олар қай жолмен болса да алып кететін болады. Осы орайда олар халықтың көзін ашуды көздеп, көптеген шынайы мәселелерді, негізгі
өзек жарды мәселелерді Қазақ, Айқап секілді журналдарда басып отырады. Сол кезде газеттерді халықтың мұңын сипаттап, оны қалай шешуге болатынын және сонымен қатар халықтың сауатын ашу үшін арналған газеттер шын мәнінде де төртінші билік деп атасақ та болады. Оны мысалы Серке журналында Дулатовтың 1910 жылы жарияланған «Біздің мақсатымыз» атты мақаласынан да көрсек болады. Қой аузынан шөп алмас, жуас қазақтың бойында рух ояту мақсатында Ресей патшалығын әшкерлеп жазған. Үзінділерін оқитын болсақ, көріп отырғандарыңыздай шенеуніктер, офицерлер кедей қазақтарды ұрып-соғып, малды алып қалағанын істеді. Кедей жандардан мал мен мүлікті тартып алуының өзі салықты мөлшерден тыс асырып, ең жаманы қаражаттың игілігіне емес, халық игілігіне емес, қайдағы жоқ шонжар қалтаға тығылып жатқаны ыза-кекке будыратын дүние. Яғни осы нелерден, үзінділерден көріп отырсақ, Дулатов шындықты айтудан еш қорықпаған. Оның мысалы осы мақаладан кейін Дулатовты түрмеге отырғызып, Серке журналын бірден жауып тастаған. Себебі бұл ащы шындық болған, және ол Ресей патшалығы ол шындыққа төзе алмаған. Міне, бүгінгі күнді де еске салып отыр. Дін мен дәстүрге қол сұғу, ата-бабамыздан мұра болып қалған жерді Ресей халқына үлестіру, шіркеу салу секілді мәселелерді де ол ашық көтерген. Қазіргі күнде ондай адам болса жаман болмас еді. Осы тұста, яғни осы рух көтеру мақсатында ары қарай жалғастыратын болсақ, ол көптеген әдеби шығармалар, мысалға негізінен бүкіл көп шығармаларды осы халықтың көзін ашу, оның көкірегін ояту мақсатында қолданылған деп айтсақ та болады қаламның үшін. Мысалға алдында сен оқыған, мысалға Оян қазақ шығармасы Міржақып Дулатовтың ең бір осы озық мысалы деп айтуға болатын сияқты, осы тұста. Ол туралы өзің ойыңды айтып өтсең, Оян қазаққа қандай неде қалдың? Оян қазақ негізінен қазаққа зар салу емес, қазақтың ойын, қазақтың негізін, қазақтың бір зейінін өзіне қарату үшін жасалған керемет дүние деп білем. Себебі бүгінгі күннің өзінде актуалды болып қалып отырған болатын болса, оның құндылығы, негізгі құндылығы әлі күнге дейін актуалды екенін көрсек болады. Адамдарға, бүгінгі күннің қазақстандықтарына, барлығына оның негізі өте маңызды. Себебі біздің бүгінгі күні қазіргі уақытта, біз тәуелсіздігімізге 30 жылдан астам уақыт болғанның өзінде ұлттық бір негізімізді, ұлттық зейінімізді құрастырудамыз біз әлі күнге дейін. Және осындай шығармалар Оян қазақ секілді, Ахмет Байтұрсынұлының Маса секілді айтады ғой, мен сенің құлағының түбінде ызыңдап тұрамын, саған ненің ең өзекті мәселелерді осылай айтып тұрамын деген секілді. Сол халықтың өзекті мәселелерін әлі күнге дейін актуалды проблемалардың шешілуін, қазақтың ең басты өзіндік бір рухани проблемаларын жаңғыртуды, осыған қарсы бір шешім ойлап табуды бүгінгі күні өзімізді Қазақстанның болашағы дей аламыз ғой. Осыларды бүгінгі күнге дейін іске асыруды көздейтін, бізге соған жол беретін бір ата-бабаларымыздың қалдырған мұрасы деп білем. Себебі ішінде үңдеу де бар, осылай істеңдер, Оян қазақ көтер басты дейді. Әлі күнге дейін оянған жоқсың, әлі күнге дейін біз ұйықтап жатырмыз, әлі күнге дейін біздің бір өзіндік рухымыз, қазақ деген енді батыл, ержүрек, өзінің өзіндік құндылықтары бар халық. Осы құндылықтар қайда? Осы құндылықтар бүгінгі күнге дейін неге дәріптелмеуде? Неліктен біз қазақ тілін біле тұрып, қазақ тілінде сайрай тұрып, неге біз орыс тілінде сөйлейміз? Неге біз орыстардың не басқа халықтардың құндылықтарын өзіміздің құндылықтарымыздан жоғары қоямыз? Осы проблемалардың барлығы Оян қазақта да айтылып кетеді. Және тіпті бүгінгі 2024 жылдың өзінде актуалдылығын жоғалтпауда. Оның өзі қайда жатыр? Бұл деген мысалға әліге дейін сол проблемалар шешілмеді, әліге дейін біз ілгерілемедік деген сөздің белгісі ма, немесе қалай ойлайсың? Менің ойымша солай. Себебі тіпті бұл подкастқа дайындық жүргізіп жатқан кезімізде материалдың көбісі орыс тілінде жазылған. Демек, бүгінгі күннің тарихы, қазақ тарихы. Бұл әрине көптеген факторлармен байланысты. Сол орайда тарихымыз бізге басқа жерлерден дәріптелуде. Басқа источник дейді ғой,
деп орыс айтып деген қалай кетті. Басқа көздерден дәріптелуде, иә, біздің тарихымыз. Біз орыстардың мәдениеті, орыстардың тарихы призмасынан не істейміз өз тарихымызды, мәдениетімізді, әдебиетімізді. Мысалға қазір көптеген осыны зерттеп жатқан тарихшылар, қазақ тарихшылары болса да кеңес дәуірінен қалып кеткен, сол социализмдік ұғыммен, яғни кеңес күшті, кеңес үкіметі күшті деген сияқты идеологиялардың арасында қалып кеткен. Яғни біздің тарихымыз өте biased десек, өте бірбеткей, яғни ол шын тарих деп те айту қиын негізі. Осы сен айтып жүрген Оян қазақ мысалға әліге дейін актуалдығын жоғалтпады деп айттың. Осы Оян қазаққа мысалға әлі де оған сай келетін көптеген шығармалар негізі мысалға қазір солай жігерді көтеретін шығармалар өте аз негізінде. Осы шығарманың ұлылығын тағы бір көрсететін мысал, осы шығарманы бірінші оқыған Ататүрік Кемаль, яғни Түркияның тұңғыш президенті, қатты таңғалып, қатты ұнатып, тура сол шығарманы өз тіліне аударып, түркі тілінде де мынау біздің ұлтымыздың да рухын көтеріп жүрсін деген секілді қатты шабыттанып өзіне аударып солай тасығанын білеміз. Тура солай Жапон мемлекетінде де солай саяхатымен келген немесе іс шара бойынша келгендер осылай осы Оян қазақпен қатты таңданып өздеріне аударып алған жайттары да болған. Иә, осы кезеңнің, осы дәуірдің, алаш автономиясының да зияткерлері барлығының көздегені бір: қазақты ұйымдастыру, қазақты біріктіру, қазақтың көкірегінде осы нағыз рухани қазақилықты ояту шығар мүмкін. Себебі ол кезде кеңес дәуірінің ілгерімі бір үлкен орасан зор әсерін көрсетіп жатты, білініп жатыр, әлі күнге дейін білінеді. Бүгінгі күні қазір бір солтүстікке барып, солтүстікке емес, орыс тілді бір қазаққа барсаң да кез келген қазақстандықты алсаң, оның кеңес үкіметін мадақтамайтынына кім кепіл? Себебі қазір ондайлар толып жатыр. Кеңес үкіметін мадақтайтын, ойбай, кеңес үкіметі ең зор кез еді, ең күшті кез еді, қазақ сол кезде ғана білім алған, қазақ сол кезде ғана бір көз ашылған деп айтып жатады. Бірақ біз оны әрине ақ пен қараға бөліп жара алмаймыз. Оның бір резко негативный деп айтады ғой, қатты жаман деп айта алмаймыз. Бірақ қатты жаман деп айта аламыз. Негізі қатты жаман деп айта аламыз. Ол кезде мысалға көп нәрсені кеңес үкіметіне деп артып қояды, ал негізі көп істеген атқарған қызметтің бәрі осы алаш, қазақ зиялылар болып табылады негізі. Мысалға кім бірінші мектеп ашты қазақ тілінде, Ыбырай Алтынсарин, мысалға кім бірінші кітап жазды деген секілді нәрселердің барлығы негізі қазақ зиялыларынан шыққан нәрсе. Бірақ осы идеологияның әсерінен, яғни кеңес үкіметіне көп нәрселер артып қоятын сияқты. Біз бұлардың контекстін тіпті ашсақ, контекстін ашсақ, бұл қандай кез болған, қандай қысым көрсетілген бұл алаш зиялыларына, бұл империалистік орыстардың патшалығының астында өзінің бір құқығын, қазақтың негізін сақтап қалу үшін қанша еңбек еткен, қанша қарсы тұрған. Біз белгілесек те, мысалы, олардың тарихи контекст деп белгілесек те, патшалық Ресейдің кезінде өзінің ұлттық құндылықтарын дәріптеу деген ол көп күшті және көп батылдықты талап еткен нәрсе. Ондай олар өткен жолды әркім өте алмайды. Ол үшін ең асыл, ең құнды қазақтардың нағыз зиялылары, қазақ деп жанын берген, қазақ деп өмірін арнаған қазақтарға, ондай адамдарды орыс патшалығы әрине жақтырмаған, бірақ соның өзінде орыс патшалығы берген футболға арналған поледа олар өздерінің ережелерін қолданған, олар өздерінің ережелерін дәріптеген, және оның барлығы батылдық, оның барлығы күш жігер, оның барлығы қан мен тер. Сол қан мен терге біз дәріптеп, өзіміздің біз барлығымыз соны түсіну керекпіз. Мектеп жасындағы балаларда, қазіргі Қазақстан болашағы біз жастары да, әр қазақ
әр қазақстандық сол кездің, сол дәуірдің зиялыларының кешкен аз болғанда тарихын біліп жүру керек. Иә, сенімен толықтай келсем. Осы мысалға Қазақстан тарихын оқып жатқан кезде кеңес үкіметіндегі ашаршылық, коллективизация, соның барлығын оқыған кезде қанша адамның мерт болғанын, қалай қазақты қинағанын, осы Карлаг секілді лагерлердің ашылуы, солардың бәрін оқып, мысалға сол кездің несін көрген көзіп, ата әжелерінен сұрасаң, олардың барлығы ондай шындықты білмейді. Олардың барлығы кеңес үкіметі жақсы, күшті деп дәріптеп жүреді негізінде. Мен соны естігенде таң қалдым. Бұл өткен үлкен параллель, яғни шын тарих және сол адамдардың қаншалықты миына, яғни сол идеологияны жан жақты қинап, мысалға сіңдіріп тастаған. Олар көзі жұмық болып көрмейді да, шындықты көрмейді. Мысалға, сондықтан да мен ойлаймын, сен айтқан сияқты, әрбір ненің кім біз тарихта кім дұрыс, кім бұрыс, кім біздің жағымызда, кім біз үшін қызмет жасады, кім біздің осы мемлекетімізде, біз деген мемлекет үшін қызмет жасады, және негізі кейбіреулер негізі көзбояушылық деген секілді, соның дұрысын білу біздің болашағымызға өте маңызды деп ойлаймын. Себебі ғасыр өзгергенімен айтылатын тақырыптар, адамның мінездері өзгерген жоқ, яғни тура сол мәселелер әлі де қайталануы мүмкін. Сондықтан да дұрыс нәрсенің көз жеткізу үшін тарихтың дұрыс нәрсесіне көз қарау керек сияқты. Сол кездегі жалаңаш қазақ-қырғыз бауырларға жұрттан жылу жинап, сол кездегі ақшалай қаржылай көмекті, негізінен көмекті жылу деп атаған, рулы елімізді өлімнен сақтап қалу мақсатымен Семей облысының Алаш қаласында қазақ комитеті һәм жастардың Жанар атты ұйымын басшылық етіп, қауым құрады. 5 наурызда қауым ортасынан іс басқаратын 5 кісілік комитет шығарылады. Қауымның бастығы Әлихан Бөкейханұлы, көмекшісі Мұқашев Поштайұлы болды. Комитет төрағасы Мыржақып Дулатұлы, орынбасары Жүсіпбек Аймауытұлы болған. Ал хатшысы Мұхтар Әуезов. Сол уақытта мәжілісте 70 мың сомдай жылу жиналған екен. Бұның барлығы тек қана олардың рухани және әдеби түрде, тек қана өңдеу жасап қана емес, негізінен филантроптық қызмет атқарғанында бір көз айымы. Шын жүректен жаны ашып халқына, ана жақта қырылып жатқан адамдарды, негізі ол облыс бойынша болды ғой, барлық жерде аштық болған жоқ. Өздерінде қаншалықты нан жеткенімен, ана жақта менің тандасым қырылып жатқан кезде мен мына жерде нан жей алмаймын деп, осылай ұйым қойып барынша қызмет жасап, көрге болады қаншалықты қазақ халқына жаны ашыр болғанын. Осы тұста мысалға олардың сонымен қатар ең басты айтқан, яғни мемлекеттің дамуына, оның қалыптасуына ең басты нәрсе ол білім деп айтқан. Яғни білім болмайтын жерде, надан халық бар жерде біз жақсы мемлекет құра алмаймыз деген. Және осы тұста ол көптеген қызметтер атқарған. Оның ең бастысы әрине мектептер ашу, оны ақысыз ашу, қазақ тілінде ашу. Өйткені қаншама орыс тілін дәріптегенмен барлық жерде қазақша сөйледі, орысша көп адам білмеді. Сондықтан орыс тілінде ашу ол мүлде дұрыс емес, мүлде тиімсіз болды негізінде. Сондықтан олар барынша қазақ тілінде оқулықтар шығаруға, мысалға Байтұрсынұлы алғашқы әліпбиді жазып шығарса жазбаша, Мыржақып Дулатов есеп құрал, яғни математика біздің тілмен, сол сияқты Бөкейхан мысалға ауыл шаруашылығы сол жерде ең маңызды, негізгі даму, және астрономия сияқты кітаптардың бар. Яғни бүкіл кітапты осы зиялылар өз арасында бөліп алып, кім қай жерде жақсы, кім қай жерде күштірек біледі деп, сол арқылы өздері жазып шығарған. Одан бөлек университеттер, мысалы, сен білесің бе бір қандай да университеттер? Санжар Асфендияров Алматы медициналық институты, қазіргі кезде ол Қазақ ұлттық медицина университеті болып аталып кеткен. Соның негізін қалап, соның тұңғыш ректор атанған. Біз өткен жолы айтып кеткендей, әйел құқығына да, бүгінгі күнге актуалды әйел құқығы ол кезде де актуалды болған. 1920 жылдан бастап әйел құқықтарын қарастыру, мәселелерін көтеру мақсатында 1917 жылы Орынборда жалпы қазақ съезі өтеді. Сол кезде бұған дейін құрастырған бір әйелді кемсітетін, әйелді зат ретінде қарастыратын барлық дәстүрлер мен политиканы айтады ғой, дәстүрдің озығы мен тозығы болады деп.
соған орай керек емес, әйелді кемсітетін заттардан арылуға үндейді, соған көмектеседі. Соған орай олардың шығармалары да көп, әйел құқығын пайымдайтын, әйел құқығына әртүрлі призмадан қарайтын. Соның арқасында біз сол кездегі әйелдің бір түрін көре аламыз, елестете аламыз. Әрине ол ер адамның призмасынан болады, сонда да бізге бір анық әйел кейіпкерлерін көруге мүмкіншілік береді. Соның өзіне қаншама еңбек, соның өзі қанша еңбек, қанша ой ішінде жатқан, әйелдерді ояту, әйелдерді тек қана зат секілді қарастырмай. Олардың бала айтып отқан негізі шын мәнінде халық жанашыры болған, және олар сөз бостандығы, адам құқықтарын тапталмау үшін қатты күрескен. Яғни осының таза мысалы, өздері мысалға еркек бола тұра әйелдің де қамын көре алғанда, яғни тек еркектер емес, қазіргі заманда да мысалға еркектер әйел туралы қаншалықты ойлайды деген сияқты ғой мысалға. Соған қарамастан сол кезде тек өзінің призмасынан емес, әйел призмасынан да қарап, олардың жағдайларын қаншалықты қиын екенін көріп, олардың атынан да үндеу сала білген. Негізіне мен үшін өте, былай қарап тұрсам, қазіргі былай айтқанда көз ашық деп айтатын адамдардың да көбісінде бұндай нәрсе жоқ сияқты. Мысалға біз осы тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы мысалы жақында заң қабылдадық, алайда соны қабылдау үшін қанша еңбек. Сол кезде алаш зиялылары мысалға соны халықтың көтеріліспей-ақ, халықтың жағдайын қарап отырып соған жеткен ғой негізінде. Бұдан мысалға оның филантроптық, жер мәселесі, білім мәселесі, әдебиет, тек жан-жақты көмектерден бөлек ол жауынгерлер бола берген. Яғни олар түсінген, сен бір жақтан ғана көмектеспеуің керек. Себебі халық өте қиын жағдайда, оларға көмек, яғни жауынгер жағынан көмек керек қажет. Себебі қазақ өз-өзіне тұра білу керек. Кез келген уақытта кеңес үкіметінен адамдар келіп сен үйіңді тәркілеп соғып кетуі мүмкін. Сол кезде қазақ автономиясына, алаш автономиясына әскер керек екенін түсінген тойтарыс бере алатын. Сол кезде олар осы әскер құрып, оларға дайындықпен айналысып, стратегия құрған да осы алаш қайраткерлер болып табылады. Мысалға оның басында Дулатов тұрған, Міржақып Дулатов. Қалай қару-жарақ жинап, соғысқа қатысып, яғни барлығын кенде осы алаш қайраткерлері негізінен. Сол кездегі пропаганда жайлы сөйлессек. Жаңа айтып кеттік. Ол кезде шындық не, өтірік не, ақ не, қара не деп бөліп жару өте қиын болған. Қазақтың негізгі приоритеттегі заттар ол не, құндылықтары не, және кім шынымен қазақтың қамын ойлап жатыр деген затты түсіну, ол өте ауыр зат болған. Себебі бұл жерде информативті құрал қатты қолданылған, қатты қарсы қолданылған. Империалистік Россия әрине біз сіздердің қамдарыңызды ойлап жатырмыз, сіздерге қолайлы болсын деп ойлап жатырмыз деп айтады, дұрыс па? Ал бұл жерде өздерінің зейіндерін, өздерінің біліктіліктерін көрсеткен, ол көрсетілген қанша оқығандықты, оқуды, қанша скилл деп айтады ғой, тәжірибені талап етеді. Осы орайда себебі көп адам сол пропагандаға сеніп орыс империясының артында кеткен, соны қолдаған. Әрине бұл орайда біз оларды жаман деп те айта алмаймыз. Себебі ол өмір сүрудің, өмірді выживание дейді ғой. Бұл жерде кім тірі қалады, кім өледі, бұл соның проблемасы. Себебі бұл жерде сен қате айтып тұрсың, рас айтып тұрсың, бұл жерде барлығы өте тығыз, барлығы өте қаншалықты әрбір қадамың қараулы. Әрбір затың пропагандаға қарсы келсе, айтқан сөзің пропагандаға қарсы келетін болса, онда сенің күнің санаулы. Тоталитаризм. Дұрыс айтасың негізінде. Бұл орайда Сәкен Сейфуллин жайлы да айтып кетіп отырады. Бірақ сен айтқандай, ол үлкен идеология қатты жүрген, негізінде үлкен қатты пропаганда да болған. Сондықтан да адамдардың улап,
бұл дұрыс не бұрыс екен негізі жас адамдар көп ажырата алмайды ғой мысалға, не айтасың, соған көбінесе сеніп солардың яғни бір несі зардап шегушісі мысалға деп айтсақ болады негізі. Бірақ Саякен Сейфуллинді айтсақ болады, сен айтқандай негізі ол алаш ішіне кірген жоқ. Оны біз бөлек адам, тұлға ретінде қарастырамыз. Неге ол кірмеді деген сұраққа мысалы жауап беретін болсақ, себебі алаш зиялылары сен айтқан сияқты әрбір қадамын мұқият басқан. Кім кіру керек, кім кірмеу керек, оны өте мұқият қараған. Себебі ол кезде кеңес үкіметі сен мысалға маған мынандай ақпарат әкеліп берсең, саған алтын берем, күміс берем, сені мынандай лауазымға отырғызам деп қатты адамдарды бір-біріне сатуға қатты дәріптеген. Себебі оларға сол жердегі ақпаратты білу керек болған. Бірінен араздасу, соның барлығын олардың негізгі мақсаты болған. Кейбір адамдар соған алданған. Мысалға Сәкен Сейфуллиннің шығармаларынан, жазған мақалаларынан олар алаш зиялыларының байқағаны, яғни олар социализмге сенген, қазан төңкерісін құптаған, яғни олардың құндылықтарымен сай келмеген. Сондықтан да Сәкен Сейфуллин алашқа кірмеген. Негізінде біз осы подкастты жазған кезде алаш туралы жазбау өте қате деп есептедік. Себебі мен де мысалға университетке келіп алаш пәнін алмағанша алаштың жазған, алаштың істеген игі істерін толығымен білмедім. Кім не жасады деген сияқты көптеген сұрақтарға мен мән де аударған жоқпын. Алайда біз оны дәріптеп, осы зерттеуден кейін алаш автономиясын дәріптеп жүру керек екенімізге көзім жетті. Себебі олар қазақтың ұлтшылдары деп негізінен көп айып салынған ғой. Ол негізінен солай. Сен өз ұлтыңды дамытқың келсе, ұлтшыл болуың керек. Сен қазақ тіл ретінде дамытуың керексің, қазақ әдебиетін дамыту керексің, қазақ адамдарына жан ашыруың керек. Яғни басқа ұлтты да құрметте, бірақ өзге елде ұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол, өзіңді еліңді қорға, өз еліңді приоритет қыл. Басқа тілдің бәрін бір өз тіліңді құрметте. Яғни сол секілді ұлтшыл болудың, яғни дұрыс жағынан өз халқын дамыта білген, өз халқына шын мәнде, яғни филантроп деп жатыр, білім жүйесін дамыту, сол секілді. Яғни олар билікке ұмтылса, оның барлығы басқаша болушы еді. Яғни олардың осы жерде шынымен де қазаққа жанашыр болғанын байқауға болады. Олар сонау, мысалға, өте білімді адамдар Европа мемлекеттерінің практикасын зерттеп отыр. Мысалға, осы әйел құқығы секілді, білім жүйесін қалай дамыту керек секілді, жер мәселесі деген секілді бүкіл жердің ең озық практикаларын өздеріне өзгерту арқылы дамытқан. Сол үшін де бар жерімізге, бар әдебиетімізге, осыға дейін дамып келе жатқан білім жүйесіне, осы алаш қайраткерлеріне алғыс айтуымыз қажет деп ойлаймын. Және алғыс айтудың негізгі біздің құралымыз қазіргі таңда оларды дәріптеп, әрқашан өз тарихымызды біліп жүруіміз қажет деп ойлаймын. Осы орайда олардың айтып кеткен, айтқан заттары, политикалары барлығы бүгінгі күннің өзінде актуалдылығын сақтап қалуда. Сондықтан бұның ерте не кеш жоқ, тарихты әртүрлі көзқарастардан қарап, талдап білу ол біздің ұрпақ ретіндегі парызымыз. Соны біз біліп жүруіміз керек. Себебі бүгінгі күннің өзінде бұл проблемалар шешілмей қалған түрде. Әліге дейін. Тура сол көп жерде айтылған фактілері, қате діндарлық, надандық, содан кейін қазақтың әлі күнге дейін қазақтан кейін оянып оянбағанын біз әлі күнге дейін білмейміз. Қазір өзгерді ма сол кезеңнен бастап? Мысалға, қазіргі бүкіл жұмыстар қағаз жұмыстар қай тілде шығарылады мысалға, яғни юристік деп айтқан, юриспруденциялық заңдық жұмыстардың барлығы қай тілде жүргізіледі, ұлтаралық жұмыстар қай тілде жүргізіледі. Соның сол арқылы біз қазақ тілінің қай деңгейде екенін түсінуге болады мысалға. Себебі біз жай тілде, медиада қазақ тілінің қандай дәрежеде екенін айта беруіміз ол бір пара. Ал оның негізінде, іс жүзінде қалай қолданылатыны, практикалық жүйеде қалай біз қазақ тілінде сөйлемеуіміз, ол уже басқа проблема. Мысалға біз қазір кез келген құжатты орыс тілінде аламыз. Нотариусқа барсақ та мысалы кез келген барлығы орыс тілі. Дефолт бізде орыс тілі әлі күнге дейін. Дипломымыз неге бізде орыс және қазақ тілінде болды? Қазақ тіліне негізінде жеткізілді деп ойлаймын. Және ол қажет болса, аударуға болады. Қажеттілік бойынша, бірақ қазақ тілінде тек. Көптеген қазақ тілі азаматтар сол орайда әлі күнге дейін қорлық көруде. Сервис алмайды дұрыс. Қазақ орыс тілін білмесе,
ана адам мынау ортамызда қоғамда, өмір сүре алмайды. біздің қоғамда орыс тілін әлі күнге дейін білмей өмір сүру ол қиынырақ. Иә, мысалға шетелден келетін профессорлардан сұрасақ та, басқа адамдардан сұрасақ та, осы қазақ тілінде өмір сүріп жатқан қазақ мемлекетінде шетелден келген қай тілді бірінші үйренеді? Орыс тілін. Иә. Себебі олар қазақ тілін үйрену бізге керек емес. невыгодно, бізге Ешкім түсінбейді. иә, себебі мен орыс тілімен кез келген жерде сөйлесе аламын, ал қазақ тілін кейбір адамдар түсінбейді. Қолайлы болмай қалады сол Иә, орайда. қолайлы емес. Сондықтан біз бүгінгі күнге дейін Ахмет Байтұрсынұлының маса секілді ызыңдап тұратын руханиятымызды, қазақилығымызды, білімімізді жетілдіру, ол әлі күнге дейін біздің ең бірінші парызымыз, ең бірінші істейтін чек-листімізде болу керек. Сондықтан қазақша сөйлейік, қазақ тілін дәріптейік, қазақ тілінде ақпаратты дәріптейік. Өз тарихымызды әрқашан біліп жүрейік, және шын бейнесінде біліп жүрейік. Көп рахмет. Сау болыңыздар.